Үшінші кезең — даму. Дамудың мың түрі болды бұл кезеңде. Көліктер жылдамдықпен өлшенсе, ұшақтар биіктікпен өлшенді. Ал техникадағы ең үлкен жаңалық телефондық байланыс болды. Бұрын алыс, алшақтықтың арасын хат-хабар жақындататын, ал енді телефон тұтқасында өзімен шалғайдағы адам сөйлесіп отыр. Япырай, құдірет деген осы болса керек, оны дауысы сым арқылы менің құлағыма жетіп тұр десті. Бұл ашылған жаңалықтардың ішінде өзара бір төбе болып көш бастады. Ілгеріде телеграм шыққанда бұндай жоғары деңгейде болмаған еді, бірақ телефонның жаңалығы оның өндірісі қарқынмен жүріп жатты. Әлем телефонмен әлек болып жатқанда, ең үлкен сұмдық орасан маңызға ие жаңалық ашылған болатын. Бірақ ол жасырын құпия жағдайда сақталды. Ал ол қандай жаңалық? Өнертапқыштар соншама нені тапты, әлемді дүр сілкіндіретіндей. Арасында да бұл жаңалықтың қасында басқа жаңалықтардың ойнамай қалатынын соны тапқан жандардың өздері де білмеген шығар. Әңгіме қанатты зымырандардың шығуымен басталды. Қару жасау механизмі ең биік шегіне жеткен кезі еді. Енді нысана қуатын және белгіленген жерге дәл түсетін қарулар ойлап табуға тиіс еді сол кездегі ғалымдар. Ондай қаруға не керек? Әрине жүйеленген бағдарламалар. Сол кездегі ашылған бұл үлкен жаңалық әскери құпия болғанымен қазір біздің барша техникамыз бағдарламаланған. Мен қазір осыны iPhone телефонымен жазып отырмын, заметке деген бір бағдарламасына. Ал бұл телефонда қаншама бағдарламалар бар бұдан өзге. Сол бір әскери қажеттіліктен туған бұл бір жаңалық қоғамның қажетті бір бөлшегі болды қазір. Жарайды, табылған жаңалықты айттық, енді дамуды айтайық. Жалпы осыдан бастап бағдарламалау дәуірі басталды, осы үшінші кезеңнен. Ал бұл заман ақыр, жер тақыр болғанша жалғасады. Себебі 8-ші кезеңнен кейін ғарыш дәуірі болады дедік қой кіріспеде, сол жаңа дәуірде де тура қазіргідей маңызға ие болады бұл бағдарламалау. Солмен дамуға келсек, дамудың сиқырлы кезеңінің алғашқы сатысы осы кезде қалана басталды. Сиқырлану осы бағдарламаланумен бірге келді. Жайлап дами бастады техника әлеуметті, түрлі бағыттарда. Телеарналар көбейді, түрлі түстегі сурет фотоаппараттары шыға бастады. Бірақ ол бізге 90-шы жылдары келе бастады. Солмен теледидарда түрлі түсті бейнелеуге ауысты. Ең басты даму компьютерлерде болды, сақтау жады пайда болып. Бұрын тек бір қосып жазып жұмыс жасауға ғана арналған болатын, сақтау жағы қарастырмаған еді. Сол қажеттіліктің орнын толтырып, жұмыстық жүйелі бағдарламалар қалыптаса бастады. Содан бастап компьютер дәуірі бастады, дамып қазіргі күйге жетті. Бұл кезең толығымен бағдарламалау кезеңі десек те болады. Себебі ең әуелгі компьютерлік бағдарламалар сол кезде шықты. Ол қандай бағдарлама десеңдер, жауап суретте тұр. Осымен үшінші кезең тамам. Абзал Батырхан 16 желтоқсан 2023 жыл 01:51